Елімізде бір ел, бір кітап акциясы аясында тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай 30 кітап таңдалып, насихатталуға мақсат етілген. Оның ішінде биыл өмірде бар болғанда 90 жасқа толатын қазақтың ағайын ақыны Мұқағали Мақатаевтың өмір дастан кітабы еніп отыр. Осыған орай республикалық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған кітапхананың бастамасымен Мұқағали Мақатаев өлеңдеріне челлендж ұйымдастырылып, оны Семей қалалық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған кітапханасынан қабыл алдық. Поэзия, меніме негіз берің. Сен мені сезесің бе, неге іздедім? Алауытқан таңдардан сен іздедім, қарауытқан таулардан сен іздедім. Сен іздедім, кездескен адамдардан, бұлақтардан, бақтардан, алаңдардан, шырақтардан, оттардан, жалаулардан сен іздедім. Жоғалған замандардан сен іздедім, досымнан, қасымнан да, ақша бұлттан іздедім, жасымнан да. Сен бе дедім, ақ нөсер ашылғанда, қызыл жасыл шұғыла шашылғанда, көкжиекпен көкжиек қосылғанда. Махаббаттан іздедім, сағыныштан, арманымнан іздедім, алып ұшқан. Сәттерімнен іздедім, жаңылысқан, сен іздедім, жадырау, жабығыстан. Сен іздедім, зеңбірек күрсілінен, күннен, түннен, гүлдердің бүршігінен, қуаныштан, түршігу, күрсінуден, жүректердің іздедім дүрсілінен. Сен іздедім, сезімге шараптан да, минуттардан іздедім, сағаттан да. Сен іздедім, іздеймін тағат бар ма, сені маған негіз қып. Таныс өлке, таныс аймақ, танысма. Анау жерде құрбылармен алысқа. Анау жерде құрбы жанмен табысқан. Жолдар анау шұбатылып шалышқан. Таныс аймақ, таныс өлке, танысма. Айналайын атамекен, ақмекен. Қандай қазақ іздеп сені таптеген. Осы челленджді Нұр-Сұлтан қаласының зағип және көз нашар көретін азаматтарға арналған кітапханасына жолдаймыз.